Лучше Алмасқа звондап көрейін. Не дейтінін көреміз. Айтар сөзі бар шығар. Бүгінгі іс-әрекеті өте біртүрлі болды. Алмай жатқан несі мынаның? Мынаның есі дұрыс па? Неге алмай жатыр? Өзі звондамайды, телефонды алмайды. Осыған басында ортам ба? Лучше ұйықтап алайын. Көреміз ертең өзі келер. Ой, оянып кеткенім ай. Қызық түстің беліне депті ғой. Таң ата бастапты, оның үстіне тез жиналып реттеліп алайын. Так, бет күтімін аяқтадық. Күн полностью шығып болды. Бүгін басқаша киім киіп барайын. Бетімде де жақсы өзгерістер болып жатыр. Бақшы, мына қалпақты бүгін кисем қалай? Әдемі, бірақ бүгін емес. Стильді бірден өзгертіп жіберуге болмайды. Таңғы астан бас тартуға мүлдем болмайды. Тым болмаса осындай тәтті суды ішіп кетемін. Сендерге де ескерту, таңғы асты жібермеңдер, денсаулыққа өте пайдалы. Аяр уже кетіп қалған ба? Жарайды, бүгін менде демалыс қой. Не жесем екен? Не істесем екен? Күні бойы үйде жатпайтын шығармын. Алмасты жауап бермей қойды. Қандай дәмді бәліштер. Өте тәтті екен, бірақ көп жеп қоюға болмайды да. Менде күшті идея бар, әрине. Бүгін Алмастың жұмысына барайын. Бәріне өзімді көрсетіп қайтпаймын ба? Ақыры менен қашып жүр ғой. Жұмыс орнына барып, бүкілімен танысып қайтамын. Ол директор емес па? Көрсін директордың досы қандай екенін. Мына сүйкімсіз қалпақтарды кім киеді өзі? Өзім әдемі көйлегімді киейінде, ал енді шығайын. Аяру қанша тырысса да менде әдемі бола алмайтын шығар. Алло, Алмас, сен жұмыс орныңдасың ба? Телефонды алмай жатырсың ғой. Қолың бос емес шығар. Мен саған барамын бүгін. Мені күт. Аяруды түсінбей жүрмін. Оған не болған? Аздап қысылып ұялып тұрмын, бірақ мен бұрындары бұдан да әдемі киінетінмін ғой. Үйреніп кететін шығармын жаймен деп өзімді қалпына келтіріп жатырмын ғой. Қайырлы таң, Аяру, киімің өзіңе өте әдемі жарасып тұр. Осы розовый түс сенің түсің ғой, точно. Рахмет, брат, точно жарасып тұр ма маған? Жарасып тұр деген сөздің өзі жеткіліксіз ғой, өте құйып қойғандай. Көп рахмет. Аяру, осылай жүрсең болады екен ғой, өте әдемі. Аяру жұмыс істеп отырсың ба? Сәттілік. Алмас, сәлем, сен іздеп келдім. Әрине, үнемсе мен іздеп келетінсің, бірақ қазір жұмыстан қолым босамай жүрген шығар. Сәлем, Аяру. Айта бер. Қолым босамай жүр. Бүгін сенің кабинетінде отырайын, сен жұмысыңды жасай бер. Жарайды. Білесің бе, өткендегі Аят профессордан кейін маған премия түсті ғой. Сен білмейтін бе едің, біздің компанияда осындай ерекшелік бар. Серьезно ма? Мен енді біліп жатырмын просто ше. Ал енді отчеттарды толтырып тастайық. Бірге толтырып жатқанымыз қандай жақсы болды. Білмейтін нәрселерді сенен сұрап отырамын. Әрине, сұрай берсең болады. Әріптестер, қалайсыңдар? Аяру, сенің отчетыңды тез тексеріп жіберейін. Өте нашар жұмыс. Бұндай жұмысты ешқашан көрмегенмін. Нашар сотрудниксің сен. Дұрыста, бір мақтағанға сонша босап кететін бе едің? Мен бір нәрсені қате істедім ба? Жоқ, мен бұл взгляттың не взгляд екенін білемін. Ол қызғанып тұр ғой сені, сондықтан осылай грубить етті. Кімнен қызғанады? Білмеймін, мүмкін менен, бірақ мен жеңемін. Бастықтың кабинетінде отырған қандай әдемі? Секретар, кіріп кет. Ханым, тыңдап тұрмын. Маған латте алып кел. Мінекей, сіз үшін латте. Қандай күшті десеңші, мен де мүмкін Алмасқа айтып осындай жерден бір лауазым алып аламын. Конечно, маған береді ғой. Терезедегі қаланың көрінісі де өте ерекше екен. Так, Аяру, отыра бересің ба осында? Отыра берейінші, пожалуйста. Саған басқа жерді көрсетейін, мүмкін сен сол жерде отырасың, мен мұнда тығыз шаруаларым бар еді. Пожалуйста, отыра берейінші, аз ғана отырам, сосын кетем. Сені көрмегелі көп болды. Алмас, тыңдап тұр. Алмас мырза, сіздің компанияңызға X проектісін береміз. Мынау қуанышты жаңалық болды ғой. Так, стажер Аяру, саған өте маңызды тапсырма. X проектісін сен жүргізесің. Жалғыз өзің.
осы мен болмасам не істеп жүр бұл компания? Неге маған ауыр тапсырмалар бере береді? Еще мен стажермын ғой. Айару, сіз әлі отырсыз ба жұмыс жасап, үйіңізге қайтыңыз. Мына тапсырманы аяқтау керек. Мен қайтыңыз дедім. Жарайды. Бұдан былай артық жұмыс уақытында қалмаңыз. Бірақ маған қосымша тапсырма бердіңіз ғой. Әр нәрсе өз уақытында істелуі керек. Соңғы күндері жаңбыр тым жиілеп кетті. Зонтик алып жүргенім қандай жақсы. Бірақ, ой, зонтигім ашылмай жатыр ғой. Бұзылып қалғаны несі? Мына дүкенде паналап тұрайын. Алмас үйіне қайтпаған ба? Не істеп отыр бұл жерде? Жаңбыр тоқтағанша отыра тұрайын енді. Мені көрмесе жақсы болар еді. Айару, мен байқаймын, сіздің зонтигіңіз бұзылған сияқты. Сыртқа шығыңыз, жеткізіп тастаймын үйіңізге. Сау болыңыз. Мынау қуама, өзі маған сөйлеп алып, еще грубить етеді ғой. Так, жейтін тәттілер қалған екен ғой. Біреу-ақ қалыпты, жаль, что. Қорабын ыбырсытпай қоқысқа тастай салайын. Так, үйде Айлин жоқ сияқты ғой. Айлин әлі келмеген екен. Соңғы кездері Айлин де өзгеріп жүр. Оған не болды екен? Айлин де келіп қалатын шығар. Бірақ мен өте шаршап тұрмын. Шашымды жинап, тарап, ұйықтап алайын. Көңіл күйім мүлдем жоқ. Соңғы кездері оқиғаның барлығы шиеленісіп барады. Мына газдалған сусынды ішіп алайын. Барлығына не болған? Мен әлі оларға көрсетіп қоямын. Менің осылай өзгеруіме барлығы кінәлі. Мені осы балшыққа өздері тықты. Енді маған өзгердің деп ренжімесін. Түнге ауыр кетті ғой деймін. Көп ішіп қойдым. Ұйықтайын енді тез. Өзімді өте нашар сезініп тұрмын. Маған не болды? Ой, мен бетіме не болған? Айнадағы мен емес қой, иә? Мен емес, иә? Айарудың жасап қойған ғой бұл, иә? Так, қайырлы таң, Айлин. Айлин, неге жылап отырсың? Көрмейсің ба, бетім құртылып кетті. Сен соңғы кездері қатты стресте жүрсің, сол үшін ғой. Сабаңа кел. Білмеймін. Мен бұны көтере алмайтын сияқтымын. Жарайды, құрбым, кейін сөйлесеміз. Мен жұмысқа кешігіп жатырмын. Кешке келемін. Ал түсірілімді бастайық. Мен сіздерге айттым ғой, мен түсірілімге келіспеймін, түспеймін. Басқасын тауып алыңыздар. Енді не істейміз? Бірақ менде бір идея бар. Ханым, сіз бізге түсіп бересіз бе, өтініш? Сіздер өтініш етсеңіздер, әрине. Вау, өте тамаша, сен генийсің ғой, Айару. Ничего себе, стажердің басы жасайды екен. Сізге көп рахмет, ханым. Осы жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймыз. Тым етпейді, қуана көмектесемін. Сонымен түсірілім аяқталды, ақшаңызды кешке аударамыз. Ал ендеше бәріміз үйімізге қайтайық. Мен де асығып тұрмын неге. X проектім жақсы болатын сияқты ғой. Енді осыны жасасам, точно маған тұрақты жұмыс беретін шығар. Киімімді ауыстырып, ұйықтайын. Өмірім жақсы жаққа өзгеріп жатыр. Бетімде тазарып қалыпты. Ой, Айлин, неге жылап жатырсың? Білесің бе, бетім өте қатты құртылып кетті. Не болғанын түсінбей жатырмын. Айлин, сен соңғы кездері қатты өзгеріп барасың. Мен де сені түсінбей жүрмін. Құрбым. Не жағдай болмасын, ұмытпа, мен сенің құрбыңмын. Және әрдайым сені қолдайтын боламын. Көмегім керек болса, айт. Мен саған міндетті түрде көмектесемін. Бірақ қазір менің ұйықтауым керек. Ұйықтауым керек дейді ғой. Жан ашып тұрған жоқ. Айнада да ысқансыз маған қарап тұр. Одан да Алмасқа соғайын. Алмасқа да не болған, тағы да телефонды көтермейді. Ол менің бұл жүзімді көргенде жоқ қой. Көрсе не істер екен? Маған лучше ұйықтау керек сияқты. Ұйықтаймын, құрсыншы бәрі. Достар, 6-шы бөлімнің соңы. Каналыма тіркелмеген болсаңдар, тіркеліп алыңдар. Қиын таңдау сериалы сендерге ұнап жатыр ма? Комментарийға жаза кетіңдер.